Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен котлет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді және тез дайын болатын тамақтың бірі. Енді құрамына кірісетін боламыз. Тауық етінен төс етінді осылай турап аламыз. Қатты болып тұрғанда тураған бізге жеңілдірек. Сол үшін де кішкене қатырып алып тураңыздар. Дәл осылай кубиктап турап шығамыз. Міне менде бәрі туралған. Енді осыған болса, осындай көк пияз тураған дұрыс. Менде болған жоқ. Осы үйде бар мен жасадым. Оған шағындау келген. Шағындау бір осындай жуамызды турап, кубиктап, кішкентай қылып турап шықтым. Және осымен қазір араластыратын боламын. Қараңыздар, тұз септім, қара бұрыш сеуіп, бір жұмыртқамызды және де бір қасық майонез салып араластыратын боламыз. Қараңыздар, дәл осылай араластырып аламыз және майымызды қыздырып, оған бір қасықтан ғана осылай салып қуырып алатын боламыз. Өте тез дайын болатын тамақ. Достар, міндетті түрде жасаңыздар. Сіздің әйел адамдардың проблемасы не тамақ жасайын деген. Осыны жасаңыздар, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Мінекей, менде қалай қуырылып жатыр. Өте нәзік, әдемі болып және тез пісетін тағамдардың бірі. Енді біз ары қарай подливасын жасайтын боламыз. Пиязды бірінші осы қуырып аламыз және ақ саңырауқұлақтарды қуырып алатын боламыз. Және чеснок болса, чеснок қойып қуырып жіберіңіздер қосып, және де осылай сепке құйып, үстіне жаңағы қуырып алған котлетімізді бетіне салып, бір 10 минутқа бұқтырып алатын боламыз. Мен картошка асып қойған болатынмын гарнирге, соны пюре қылып жасаймын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, мүмкін басқа гарнир жасасаңыздар болады. Қараңыздар, енді дәл осылай астына осылай подливамызды салып, грибыдан жасалған өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Және бетіне котлетамызды салып, әсемдеп осылай ұсынатын боламыз. Қараңыздар, қандай керемет, дәмі деген өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздерші. Қараңыздар, енді дәмін көреміз. Қандай керемет, өзі нәзік, дәмі де өте керемет.